Ассаламу алейкум, құрметті қыздар. Бүгін біздің Құран әліппесі сабағымыздың 18-ші сабағы. Бисмилля, біз бастаймыз. Біз бұған дейін көптеген тақырыптарды өттік. Енді біз тәжвид қағидаларына көшкен болатынбыз. Енді бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз тәнуин және сукунды нунға байланысты 4 ереже. Тәнуин және сукунды нунға байланысты негізі 4 ереже бар. Изхар, идғам және иқлаб, ихфа деген. Бірақ біз бүгін изхар және идғамды өтеміз. Мінекей мынау екі бетті. Қалған иншалла ертең өтетін боламыз. Қыздар, қараңыздар. Изхар дегеніміз көрсету, айқындау, яғни ашық деген мағынаны білдіреді. Ал мынау тәжвид ілімінде, Құран әліппесі ілімінде изхар дегеніміз әріпті анық оқу дегенді білдіреді, таза ашық оқу. Яғни біз айттық, тәнуин және сукунды нунға байланысты ережелер деп. Енді қараңыздар. Міне мынау тәнуин тұр, тәнуиннен кейін немесе сукун, мінекей нун сукундалып келіп тұр. Сукунды нуннан кейін мінекей мынау 6 әріптің біреуі келсе, мінекей тәнуиннен кейін міне мынау 6 әріптің бірі, мысалы міне сукунды нуннан кейін міне деген секілді. Сукунды нун немесе тәнуиннен кейін мынау 6 әріптің біреуі келсе, анық ашық оқимыз. Яғни ешқандай да өзгертпейміз, анық оқимыз. Ол қалай? Мысалы, куфуан ахадун мин әлфи саламун хия ин хуа мин хилафин зарротин хойрон мин айнин саламун алейкум атоан хисабан мин хайсу ванхар ажурун гойру мин гоибатин. Түсінікті, изхар дегеніміз. Осылай ап-анық қылып оқимыз. Енді идғам. Идғам дегеніміз не? Идғам дегеніміз қосу, бір жерге жинау деген мағынаны білдіреді. Яғни тәжвид ілімінде мынау тәнуиннен кейін жаңағыдай немесе сукуннан кейін мынау 6 әріптің біреуі келсе, онда біз жаңағы сукунды нунды, тәнуинді осы әріптерге кіргізіп жіберіп оқимыз, яғни қосып оқимыз. То есть тәнуин да сукунды нун да оқылмай қалады, керісінше одан кейінгі әріп шаддаланып кетеді. Шаддалап, яғни кіргізіп оқимыз. Ол қалай? Мысалы, мына жерде негізінде мен ләдун кә деп жазылып тұр, бірақ біз оқыған кезде мен ләдун кә деп оқимыз. Өйткені мінекей қараңыздар, сукунды нуннан кейін ләм келіп тұр. Ләм дегеніміз мынау 6 әріптің біреуі. Демек бұл идғам, яғни қосамыз. Бірақ бізде Құранда міне осылай келеді. Біз мынау идғамды өзіміз жаттап алып, уже біліп тұруымыз керек. Сосын идғам тек екі сөз арасында болады. Яғни бір сөзде болмайды, екі сөз арасында. Мысалы, бір сөз аяқталып тәнуинге немесе сукунды нунға, келесі сөз мынау 6 әріптің біреуіне басталса, демек ол идғам болады. Яғни қосып жібереміз. Өзінің ішінде идғам екіге бөлінеді. Идғам биғунна, идғам биғайриғунна деп. Яғни ғұнналанған идғам және ғұннасыз идғам. Ғұнналанған дегеніміз мұрын арқылы ыңылдап оқу. Мінекей. Оған мынау 4 әріп жатады. Яй, нун, мим, вау. Яғни мынау 6 әріптің 4-еуі яй, нун, мим, вау. Бұлар идғам биғунна, ғұнналап оқимыз. Қалған екеуі ләм мен ро биғайриғунна, яғни ғұннасыз оқимыз. Мысалы, қараңыздар. Жерде ғұнна дегеніміз мұрыннан ыңылдап шығатын үн. Қазір сіздерге мысалын көрсетем. Тәнуин тұр, тәнуиннен кейін мінекей яй әрпі келіп тұр. Демек, біз бұны ғұнналап оқимыз. Идғам, хойрон яро. Көрдіңіздер ме? Хойрон яроху деп оқып жатқан жоқпын. Хойрой, тәнуин оқылмай қалды. Яйға кіріп кетті. Хойрой яроху. Немесе уәмәй я'мәл. Яғни сукунды нун яйға кіріп кетті. Уәмәй я'мәл. Немесе мим мәсәдин. То есть сукунды нун келесі мимға кіріп кетті. Мим мәсәдин. Сосын жаңағыдай бір сөз мінекей аяқталды сукунды нунға немесе тәнуинге. Келесі сөз
осы идғам әріптерінің біреуіне басталды. Демек, бұл идғам, яғни жаңағы айтқан 6 әріптің біреуі. Осыдан білуге болады, яғни 2 сөзде кездеседі. Немесе ләхәби уә тәббі, миуәлиин, родиятәм мәрудия. Неке. Сосын қыздар, ал идғам биғайри ғунна дегеніміз, яғни ғунналамай, солай қосып оқимыз, бірақ ғунналанбайды. Мысалы, міне тәнуин тұрыпты, тәнуиннен кейін ләм кеп тұр. Ләм бізде міне ғуннасы оқылатын ләм. Уайлулли кулли, уайлулли кулли. Қостым, бірақ ыңылдатпаймын. Немесе әр-роәху, әр-роәху. Міне, нун роға кіріп кетті. Әр-роәху. Мухаммадур расулуллахи. Біз ла иляха иллалла Мухаммадур расулалла деген сөзде міне Мухаммадур расулаллахи былай жазылады екен. Негізінде. Көрдіңіздер ғой, бұл жерде идғам екен да, қазір тәнуиннен кейін ро келіп тұр, соны біз былай кіргізер оқимыз. Мухаммадур расулаллахи. Сосын қыздар, мына жерде мысалдарда қараңыздар. Құранда қалай келеді жазылған, бірақ мынау стрелкадан кейінгі мынау сөз просто осылай оқылуы керек, бірақ жазылғанда былай жазылмайды, жазылғанда былай жазылады, Сіздер ережені біліп, уже былай оқуларыңыз керек. Мынау сіздерге уже ашықтап көрсеткен түрі ғой. Қыздар, қараңыздар, бүгінгі біздің өткен тақырыптарымыз тәнуин және сукунды нунға байланысты 4 ереже бар екен, бірақ біз оның 2-ін ғана өттік. Ол исхар және идғам. Исхар дегеніміз ашық, анық оқу. Яғни мынау тәнуиннен кейін, немесе сукунды нуннан кейін мынау 6 әріптің біреуі келсе, хамзалы алиф, ха, хо, айн, ғойн, ха. Осы 6 әріптің біреуі келсе, онда ешқандай ыңылдамаймыз, ешқандай жасырмаймыз, ешқандай қоспаймыз, анық оқимыз, мына жерде. Ал идғам дегеніміз ол қосу, бір жерге жинау деген мағынаны білдіреді. Яғни сукунды нун немесе тәнуиннен кейін мынау 6 әріптің біреуі келсе, біз қосып жібереміз, нунды немесе жаңағы сукунды нунды немесе тәнуинді мынау 6 әріптің біреуіне қосып жібереміз да, солай оқимыз. Өз ішінде мынау идғам ыңылдап оқитын, яғни идғам биғунна, және ыңылдамай анық оқитын идғам биғайри ғунна деп 2-ге бөлінеді. 2-ге бөлінгенде де осы мінеки мынау 6 әріп жай ғана 2-ге бөле салған. Яй, нун, мим, уау мынаған кіреді, ләм мен ро мынаған кіреді. Мінеки астарында мысалдары келтірілген мінеки, и үстінде ережелері келтірілген қыздар. Иншалла осы үйге осыны мынау бетті мысалымен қоса ережесін барлығын 10 рет оқисыздар. Идғамды да ережесімен қоса мысалын барлығын 10 рет оқисыздар, иншалла. Егер қолдарыңыз босап жатса, конспект жазсаңыздар болады. Егер сұрақтарыңыз болса, жазыңыздар, жақсы ма? Аллах тағала баршамызға хайырлы ілім нәсіп етсін.